Ассалаумағалейкум. Видео қосылып тұр. Біз қала тұрғынымын. Бір жағынан қоғамдық қорғайсың, жемқорлыққа қарсы. Қандай? Жемқорлыққа қарсы халықтық комитетте істеймін. Өкілімін Қызылорда бойынша. Енді менде сұрақ мынау, енді білесіз ғой, 26 келатыр, жаңа жылды тойлайық деп отырмын. Жаңа орталық алаңнан өттім, ол жақта елка жоқ. Акиматтың алдында тұр. Мәселен, алдын ала түсіндік қой, сіз неге мына жерге қойғансыз, неге андай емес деген сияқты, иә? Ол қандай кедергі сізге не істеп тұр, соны түсінбедім. Мына Конституцияның, тұра тұрыңыз, Конституция 3-ші бабында бірінші бөлігінде бейт мемлекетті бірден бір бастан халық дейді. Халық тойлайды да. Дұрыс па? Халық акиматтың алдына келіп тойламайды, алаңда тойлайды. Орталық алаң деген бар ғой бізде, Площадьта айтып площадьта. Орталық алаң бар. Халық сол жерде тойламай ма? Мәселе бұл жерде біз акимат деп сіз айтып тұрсыз, дәл акиматтың алдына ғана қойып тұр деп тұрсыз. Тойлау. Бұл жерде акиматтың дәл алды емес, акиматтың бұл территориясы да емес қой. Бұл халықтың өтетін жері, аллея дейді бұл жер. Жоқ, аллея, тұра тұрыңыз. Мен қазір суретке түсетін болсам елканың алдында, ар жағынан бері қарап түседі. Мен артында акимат деп көрініп тұрады да. Сіз акимат алдына түскіңіз келмей ма сонда? Мәселе ода емес. Мәселе жаңа жыл тойлауда. Жоқ, орталық алаңда тойлауда. Сіздер осы тұрғанда, мен айтайын ба, мен ой өрісім былай болып тұр. Акимат, қызметкерлеріне жеке мекемелер бар, өзінің алдына қояды ғой. Сол сияқты болып, акимат сіздер халықтан бөлектеніп отқан сияқтысыздар. Олай түсінбеңіз. Қалай түсінемін енді? Қалай түсінемін? Сонда біз орталық алаң керек болмай қалды ма бізге? Мәселе керек емес қой, орталық алаңда біз қоршаған жоқпыз. Жоқ, тұра тұрыңыз, енді қоршаған жоқсыз, дұрыс. Енді сонда орталық алаңда жаңа жылда мен өз басым не алмаймын, енді көп адамдар, халқымыздың көпшілігі бала шағасын ертіп шығады, не қылады, орталық алаңда суретке түседі. Тем более кең. Мынау сияқты емес. Мына жер аллея деп тар жер. Созылып кетеді адамдар. Елкаға жете алмауы да мүмкін. Былай істеуге болады ғой. Енді бұл ешқандай бұл жерде қарама-қайшылық деген де жоқ. Ешқандай заң бұзушылық жоқ. Сонда заң бұзушылық жоқ болса, сонда былай да мен түсінігім бойынша. Сіздер аллея деп отырсыз ғой. Аллеяның ана басына, мына басына қоймай, именно ортада тұрған акиматтың алдына қойғандарыңыз қалай? Енді қай жерге қойдым? Давай былай істесек болады. Неге сонда орталық алаң бізге керек болмай қалды ма не? Мәселе керек емес қой. Бұсты сіз айтып тұрсыз. Неге именно халық бармайтын жерге тип акиматтың алдына ғана деп именно сол жерге деп тұрсыз да? Ол жер кең болып тұр. Дәл именно сол жер орталық. Сол жердің осы аллеяны қойған жеріміз сәл кең болып тұр. Біз неге аллеяны сіз өзіңізді таныстырыңызшы, айтпақшы. Ана жерге, мына жерге емес, именно сол жерге қойып тұрғанбыз, ол жер кең болып тұр. Егер сіздер бұл жерге қарсы болсаңыздар, келесі жылы сіздер осылай жаңа жылда площадьта, алаңда қарсы алуымызға деп ұсыныс берсеңіз болады. Ол ұсынысты біз қабылдаймыз. Әлде де кеш емес қой? Коллективный арыз ба, или там жаңағыдай өзіңіз жеке атыңыздан ба бүйтіп жазсаңыз, оны кіргізіледі ғой, арыз деген нәрсе. Кіргізіледі. Сіз өзіңіз кім болып істейсіз бұл жерде? Мен ЖКХ бөлімінде істеймін. ЖКХ бөлімінде. Есіміңіз? Есім Тілеухан болады. Тілеухан? Осында завсектор. Қараңыз, Тілеухан мырза, ойланыңыздар. Ойлап көріңізші, логикаға салу керек қой. Өйткені түсінем, орталық алаң жоқ болса, бізде аллея болса, онда қоюға болады. Бірақ орталық алаң болып тұр, біз аллеяға қоямыз деп халықтың пікірімен салыстырмай, неғылмай уже. Или қалалық әкім ба, облыс әкім ба, нұсқама бердім әлде, өшеге қойдым әлде. Өште нұсқама деген, ондай нұсқама, ондай бұйрық деген ешқандай жоқ. Енді өздеріңіз шешіп отырсыздар ма сонда? Бұны кім шешіп отыр? Бұл жерде енді коллективный обращение, коллективный бұл іште шешім болады ғой. Осы жерде ұйымдастырайық. Кімдер енді коллективный? Әкімшілік шешеді ғой. Әкімшілікте енді коллективный болғаннан кейін бір жиналыс не өтеді ғой. Дұрыс па? Кімдер қатысады ол кезде?
жиналысқа енді осы әкімшіліктің адамдары қатысады ғой. Әкімшіліктің әкім де қатысады. Иә. Әкім тікелей қатысады. Әкімнің аты жөні кім? Қай әкімнің? Осы қалада енді қатысқан сол. Ахат Нұржан Сәбитович. Нұржан Сәбитович қатысып, значит, мен ойлап отырмын, Нұржан мырзаның нұсқамасы ма деп. Мен ол жиналыстарға біріншіден қатысқан жоқпын. Екіншіден ол кісінің осындай тапсырмасын берді деген нәрсе, ол ешқандай заңды аясында ешқандай бекітілген, ондай жоқ бұл жерде. Жаңағыдай сіз айтып тұрсыз ғой, осы кісінің тікелей жаңағы тапсырмасы деп айтқыңыз келіп тұр ғой. Бұл жерде ондай жоқ. Егер де сіз жаңағыдай айтқыңыз келіп тұрса, ұсыныс бергіңіз келсе, осындай қағаз түрінде ұсыныс беріңіз. Ол ұсыныс қаралмайды емес, қаралады. Бұл жерде ашық түрде ғой бәрі. Ашық түрде. Дұрыс қой, біз демократия еліміз ғой. Конечно. Ол бір. Сосын енді жиналыс болды дедіңіз ғой, иә? Жиналыс болады деймін, болды деген жоқпын. Ол болғанда болмағанда мен білмеймін. Өйткені мен ол жиналысқа қатыспаймын. Өйткені менің де басшым бар үстінде. Басшылар қатысады ғой, иә? Иә. Сол жиналыс болса, нешесі болды примерно? Білмейсіз ба? Білмейді екенмін онысын. Білсең, соның хаттамасын алуға болады ғой. Ол болады шығар, енді жиналыс болды ма, оны білмеймін деп тұрмын. Көреміз енді. Мен сол хаттамаға неғып отырмын, жүгініп отырмын. Сол хаттаманы алғым келіп отыр. Көргім келіп. Кімдер қатысты, кімдер қойды, қандай хаттама жазылды, қалай шештіңіздер. Сол туралы оны жазбаша түрде берейін бе, осылай ауызша айтылып отыр. Ауызшада қазір бізде қабылдана береді ғой. Бересіздер ма? Сіз жазбаша жазсаңызшы. Жазбаша? Жазбаша жазыңыз. Болды, жазбаша жазып беріңіз. Осындай ұсынысым бар еді деп. Ұсыныс хат дейсіз ба? Или жаңағыдай. Жоқ, мен ұсыныс хат емес. Осы елканы шешкен адамдарды білгім келіп отыр да. Осы жерге қою туралы. Үлкен бір елімізде одан да маңызды мәселелер болып жатыр ғой. Жоқ, маңызды мәселелер болып жатыр. Дұрыс, келсем. Бірақ мынау жаңа жыл жылына бір мәрте келетін, халықтың бір 2 күн 3 күн тойлайтын өздерінің демалыс күндері және келіп суретке түсетін жерлері ғой. Дұрыс қой. Мәселе осыда. Жоқ, мәселе қоршаған да емес. Мәселе мынада. Сіз айтып тұрсыз, тар дейсіз бұл жерде. Конечно, тар. Площадьты не үшін істеп қойдық деп отырсыз. Алаң реконструкция осыдан 2 жыл бұрын істеп бір 2 жыл бұрын біз осы орталықта болғанбыз, сол 2 жыл бойы сол жақта реконструкция жүргеннен кейін бұл жақта істелінбеді. Енді биыл да осы жерде істеп, енді келесі жыл бәріміз не істеп, сол жаққа шешіміміз сол жаққа болады шығар. Жоқ, ол осыдан 1 жыл, 1,5-2 жылдай болды ғой, ол берілгеніне алаңның. Иә, ремонт кезінде болды ғой, енді ремонт болады, бірақ жылда не істейді, әлі объекті тапсырылған жоқ, мысалы сондай кез. Енді нақты мен уақыттарын білмеймін, өйткені мен де уақыттарын ұмытып қалып отырмын. Иә. Бірақ 2 жыл болды, 2 жыл көлемінде болды. 2 жыл көлемінде аша алмадық біз. Бірақ мен білетін уже қаңтардан кейін реконструкция болып, 1 жылдың ішінде бітті. 24-те мүмкін сол, иә. 24-те берді ғой, 24-тен бері жұмыс істеп келе жатыр орталық алаң. Бірақ 25-те сол жерде көп адамдар мен білемін, 25-те площадьқа барайық жаңа жылға деп жатқанын естігемін адамдардың. Значит, 24-25-те, енді биыл 25-26 ғой енді. Уже бөлектену ма деген ойда отырмын да. Олай түсінесіз. Ол сіздің де мен неңізді түсініп тұрмын, логикаңызды түсініп тұрмын, сіздің пікіріңізді, неңіз, ұсынысыңызды бәрін түсініп тұрмын. Бұл енді ұсыныс ретінде шешілетін нәрсе ғой. Ұсыныс қойып беріңіз. Ол да енді халық та өз пікірлерін жазар, көрерміз. Жақсы дегенде. Бүгін 18 желтоқсан Қызылорда қаласы елканы құрған. Осыдан 700-800 метр жерде мынау жақта орталық алаңымыз бар, бірақ орталық алаңға құрмаған. Мынау бете бұрылсаңыздар, Қызылорда қаласының әкімдігінің алдына қойған. Мына жерге концерт қоюға бәрін дайындап жатыр. Орталық алаңнан тар бұл жер. Енді менде ой, акимат өзіне істеп жатыр ма деген. Мына жаңа жылда бұл бөлектену ма, әлде халықтан сұраныс жоқ, қаяқта тойлағымыз келеді, тар жерде болса да тойлаймыз деген ойы ма. Және қараңыз, мынау жаңа айтып отыр, орталық аллея деп. Аллея болғанмен, ұзын болғанмен басқа жеріне қоймай, дәл акиматтың алдына қойғаны мені ойландырып тұр.
ой пікірлеріңізді жазып таратып отырасыздар құрметті көрермендер. Жақсы дегенде.